Merhaba arkadaşlar, сәлем достар. Біздің A2 деңгейі бойынша грамматикалық сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ең алғашқы сабақ эмир кипи. Эмир кипи bir işin, oluşun, hareketin yapılmasını ya da yapılmamasına emretmek için kullanılır. Яғни, эмир кипи деген бізде бұйрық рай, қазақ тіліндегі. Бұл бір нәрсенің жасалуын әмір ету үшін, яғни жасалуын бұйыру үшін қолданылады. Kişi kendisine emredemeyeceği için birinci tekil ben ve birinci çoğul biz kişilerinde emir kipi kullanılmaz. Yani дәл қазақ тіліндегі секілді мен және бізде бұйрық райы қолданылмайды. Örnek, мысалы, мына жерде олымлы, олымсыз деген, яғни болымды, болымсыз және де олымлы сору, олымсыз сору. Яғни болымды сұрақ, болымсыз сұрақ. Бірінші, бәнде айттығы қолданылмайды. Екінші, сән гәл. Яғни біз бұл жерде сән гәл деген етістікті алып отырмыз, я? Сән гәл, сен кел. О гәлсін, ол келсін. Біз жоқ, сіз гелин, гелiniz. Onlar gelsinler. Мына жерде неге лер жақшаның ішінде тұр, яғни гәлсін деп те айтуға болады, немесе гелсінлер деп те айтса болады. Ары қарай болымсыз түрінде бән жоқ, сән gelme, o gelmesin, biz жоқ, siz gelmeyin, gelmeyiniz, onlar gelmesinler. Olumlu soru. O gelsin mi? Onlar gelsinler mi? Olumsuz soru. O gelmesin mi? Onlar gelmesinler mi? Яғни бұл жерде маңызды достар, сіздер эмир кипінің жалғауларын жаттап алуларыңыз керек. Мысалы, гәл, сән гәл, о гәлсін, яғни о да син жалғауы жалғанады. Сізде гәлин, iniz, яғни осындай жалғаулар жалғанады. Онларда синлер жалғауы жалғанады. Мысалы, örnek, lütfen derste sessiz olun. Ona asla inanma. Toplantıya Gökhan da gelsin mi? Buraya park etmeyin. Kolay gelsin. Ең біріншісінде lütfen derste sessiz olun. Яғни сіз деп тұр, Сіз өтінемін, сабақта тыныш отырыңыз. Екінші, ona asla inanma. Сен оған ешқашан сенбе дейді, inanma. Sen ona asla inanma. Toplantıya Gökhan da gelsin mi? Яғни Gökhan da келсін ба. Жиналысқа Gökhan da келсін ба дейді. Buraya park etmeyin. Яғни сіз бұл жерге парковаться етпеңіз дейді. Kolay gelsin. Kolay gelsinді түріктер өте көп қолданады, білесіздер. Сізге ісіңізге сәттілік, ісіңіз жай, оңынан келсін деген мағынада. Ары қарай жалғастырамыз достар. Екінші istek кипи, яғни қалау рай. Қалау рай bir isteği, bir dileği anlatmak için kullanılır. Яғни қазақ тіліндегі секілді өзінің қалауын айту үшін қолданылады, ya. Günümüzde istek kipi ikinci ve üçüncü şahıslarda sen, siz, o, onlar kullanılmamaktadır. Yani қазіргі таңда бұл қалау райы sen, siz, o, onlar degенде қолданылмайды. İkinci ve üçüncü şahıslarda istek kipi yerine emir kipi getirilir. Yani жаңағы біз айтқан sen, siz, o, onların орнына бұл жақта бізде бұйрық райы қолданылады. İstek kipi genellikle birinci ben ve çoğul biz şahıslarda kullanılmaktadır. Яғни бұл біздегі қалау рай көбінесе мен және де біз деген біздегі жіктік жалғауларда қолданылады. Мысалы, ben geleyim. Sen жоқ, ол жоқ, biz gelelim. Siz жоқ, onlar жоқ. Енді olumsuz түрінде ben gelmeyeyim, biz gelmeyelim. Olumlu soru. Ben geleyim mi? Biz gelelim mi? Olumsuz soru. Ben gelmeyeyim mi? Biz gelmeyelim mi? Ары қарай мысалмен жалғастырайық. Örnek. Bu akşam konsere gidelim mi? Бүгін кешке концертке барайық па? Biraz daha çalışayım. Тағы да біраз жұмыс істейін дейді. Yarın erken kalkalım. Ертең ерте тұрайық. Hadi acele et, geç kalmayalım. Давай жылдамдат дейді. Hadi деген давай деген сөз. Давай жылдамдат, кешігіп қалмайық дейді.
Китабыны hemen getirmeyeyim mi? Kitabыңды сразу алып келмесем де бола ма дейді. Яғни getirmeyeyim mi? Яғни сразу алып келмесем де болады ма дейді. Ары қарай жалғастырамыз достар. Келесі бізде өтетін грамматикадан тақырыбымыз sıfat yapım ekleri. Яғни сын есім жасайтын жұрнақтар деп айтамыз. Л және сіз деген жұрнақтар. Бұлар есімге мысалы ли жұрнағы жалғанса, Л немесе ли жұрнағы жалғанса, L2 sadece isimlerden sonra gelir. Eklendiği ismi sıfat yapar. Бұл жаңағы біз айтқан L немесе L2 бұл тек қана зат есімдерден кейін ғана келеді. Және де сол зат есімге қосылған кезде бұл сол сөзді зат есім емес, бұл сын есім қылып шығарады. Örnek, мысалы, bu makarna çok tuzlu. Бұл макарон өте тұзды. Туз деген есімге лу, яғни жалғанып, бұл сын есімге айналып отыр. Жоғарыда мен көрсеткен Л, ли жұрнағы бар ғой, бұл сөздегі дауысты дыбыстардың жуан жіңішкелігіне қарай өзгеріп отырады. Егер сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса Л, жіңішке болса ли, немесе лу, лю деп болып та өзгере береді 4 түрге. Annem çok güzel üzümlü kurabiye yapıyor. Бұл жерде қараңыздар, üzümlü, жүзіммен деген сөз. Яғни жүзім қосылған куравие жасап жатыр дейді анам. Yusuf çok dikkatli bir öğrenci. Yusuf өте сондай бір мұқият бір оқушы дейді, dikkatli. Sakallı adam tıraş oluyor. Sakallı adam. Сақалы бар кісі, сақалға л жалғанып. Келесі достар, бізде siz жұрнағы, бұл да isimге, яғни зат есімге жалғанады. Sizdeki sadece isimlerden sonra gelir. L2'nin olumsuzudur. Genel olarak yokluk anlamını veren sıfatlar yapar. Яғни бұл көбінесе зат есімге жалғанған кезде оны сын есім қылып жасап шығарады, бірақ yokluk, яғни жоқтық мағынасында. Örnek, mesela çayı şekersiz içiyorum. Şekersiz. Çayды мен қантсыз ішемін дейді. Derse kalemsiz ve deftersiz gelmeyin. Сабаққа қаламсыз және дәптерсіз келмеңіздер. Deftersiz ve kalemsiz. Karıncalar zararsız hayvanlardır. Zararsız. Яғни құмырсқалар ешқандай зарары, зияны жоқ жануарлар дейді, хайван түрі. Günlerim sensiz geçmiyor. Күндерім сенсіз өтпей жатыр. Saygısız insanlardan nefret ediyorum. Ешқандай құрметті жоқ адамдарды жек көремін дейді. Келесі достар, біздегі isim yapım eki lık деген біздегі зат есім жасайтын жұрнақ болып табылады. Бұл лык жұрнағы көбінесе зат есімге және де сын есімге жалғанады. Мысалы, мына жақта кестеден қарасаңыздар, soyut isimler, meslek isimler. Soyut деген түрік тіліндегі, яғни көзге көрінбейтін, қолға ұсталынбайтын зат есімдер бар ғой, соларды айтады. Мысалы, güzel деген сөзге лік жұрнағы жалғанып, güzellik деген сөз. Иеге лік жалғанып, иелік. Кестенің екінші жағын қарасаңыздар, öğretmen, мұғалім, лік жұрнағы жалғанып, öğretmenlik, яғни мұғалімдік, ұстаздық деген сөз шығып тұр. Доктор, яғни докторлық, дәрігер, дәрігерлік.